Құрметті тыңдармандар, бүгін олеум тақырыбына арналған есептердің шығаруын жалғастырайық. Мынадай бір есепті қарастырайық. Күкірт қышқылының 20% ерітіндісін алу үшін оның 200 грамм 10% ерітіндісіне массасы қандай 30% олеумды қосу керек. Есептің шарты түсінікті болу үшін тақтаға мынадай теңдеулер жазып схеманы жазып көрсетейін. Олеумдың құрамын H2SO4 көбейтілген SO3 деп жазайын. Оған қосылатын күкірт қышқылының құрамын H2SO4 көбейтілген H2O деп жазсақ, түзілетін күкірт қышқылының құрамын H2SO4 көбейтілген H2O деп шарт түрде жазайын. Есептің шарты бойынша күкірт қышқылының массасы берілген, ол 200 грамм. Оның құрамындағы күкірт қышқылының массалық үлесі 10%. 10%. Олеумның құрамындағы SO3-тің массалық үлесі 30%. Демек, күкірт қышқылының массалық үлесі 70%. Мына соңғы ерітіндідегі алынатын күкірт қышқылының массалық үлесі 20%. 20%. Бізге табу керек мына қосылатын олеумның массасын. Ол белгісіз. Оны М1 деп белгілейік. Ал мына соңғы ерітінді ол М1 қосылған 200 болады. Ондай болса М1 қосылған 200 грамм. Енді біз мына олеумдегі күкірт қышқылы менен күкірт қышқылы ерітіндісіндегі күкірт қышқылы массаларын анықтауымыз керек, және екеуін қосқанда түзілетін күкірт қышқылының массасын есептеуіміз керек. Олардың барлығының қосындысы соңғы түзілетін қышқылдың құрамындағы күкірт қышқылының массасына тең болу керек. Ал М1 тең болады М олеум көбейтілген омега H2SO4. Значит, М1 көбейтілген 0,70. М2 күкірт қышқылы, М2 H2SO4. Мұнда да жазуым керек еді H2SO4 деп. Тең болады М ерітінді, H2SO4 ерітіндісі көбейтілген омега H2SO4. Бұл тең болады 200 грамм көбейтілген 0,10. Бұл 20 грамм. Енді екеуін қосқанда түзілетін күкірт қышқыл массасын есептеуім керек. Есептің шартына қарағанда, мына қышқылдың соңында қышқыл болу керек, қышқыл ерітіндісі. Онда SO3 жоқ. Демек, мына SO3 араласқан кезде толық жоқ болып кету керек. Значит, SO3 кем мөлшерде. Реакция теңдеуі бойынша есептейміз. SO3 қосылған H2O тең болады H2SO4. SO3-тің массасы олеумдегі М1 көбейтілген 0,30. М1 көбейтілген 0,30 грамм. Мұна SO3-тің молярлық массасы 80 грамм бөлінген 0. Ал түзілетін күкірт қышқылының молярлық массасы 98 грамм 0. Енді есептің енді реакция теңдеуі бойынша пропорция құруымызға болады. Егер 80 грамм SO3-тен
98 грамм қышқыл түсіретін болса, онда 0,3 грамм SO3-тен Y грамм күкірт қышқыл түсіреді деп есептейік. Бұдан Y тең болады 0,30 көбейтілген 98 бөлінген 80. Осыны есептесек, ол болады 0,3675 1. Енді барлығын жинақтап баланс құрамыз. Күкірт қышқылы бойынша материалдық баланс. Бірінші, ореумның құрамындағы күкірт қышқылының массасы 0,70 0,70 қосылған күкірт қышқыл ерітіндісіндегі күкірт қышқылының массасы ол 20 грамм. Екеуін қосқанда түзілетін қосымша күкірт қышқылының массасы 0,3675 1. Осының барлығы тең болу керек мұна соңғы алынатын ерітіндідегі күкірт қышқылының массасына. Оның массасы 1 қосылған 200. 1 қосылған 200. Ал ондағы күкірт массасын табу үшін біз оны массалық бөлікті көбейтеміз. Көбейтілген 0,20. Енді шақшаны ашып, ұқсас қосылы біріктіріп табайық. Математика қалды. 0,71 қосылған 20 қосылған 0,3675 1 тең болады 0,20 1 қосылған 40. Енді белгісіздерді бір жағына бос шамаларды бір жағына жинақтайтын болсақ, бұлай болады. Бұдан 0,8675 1 тең болады 20-ға. Бұдан 1 тең болады 20 бөлінген 0,8675. Бұл тең болады 23,05 грамм. Демек, күкірт қышқылының 20% ерітіндісін алу үшін, оның 200 грамм 10% ерітіндісіне 23,05 грамм 30% олеумды қосуымыз керек.